Сәлем достар, менің есімім Наргиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Алдымен видеоны көрмес бұрын подписаться етіп, колокольчикті баса кетіңіз, бұл менің каналымның дамуына көмектеседі. Рахмет. Бүгінгі видеода телефон арқылы қалай YouTube канал ашуды және де оны нөлден бастап қалай жүргізуді үйрететін боламын. Егер де осы видеоны көріп отырған болсаңыз, бұл знак, чтобы сіз тоже YouTube канал ашуыңызға себебі жайдан-жай видео сізге тап болған жоқ. Сол себепті видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыз. Ал енді қалай YouTube канал ашамыз? Алдымен Google-ға Gmail деп жазып, Gmail почта ашамыз. Бірінші тұрған ссылкаға кіріп, аккаунт настройства дегенді басамыз. Бір Gmail-да тек қана бір YouTube канал болуы керек. Осы жерге алдымен номерімізді жазамыз и создать аккаунт дегенді басамыз. Для себя дегенді бастым, себебі мен өзіме арнап ашып жатырмын. Бұл жерге аты жөнімізді толық жазамыз, өзіміздің туылған күніміз, жылымыз түсінікті шығар. Енді бұл жерде өзіңіздің қалауыңызды таңдайсыз и өте қиын пароль қоясыз. Ешкім білмеу керек. Ары қарай далее батырмасын басамыз и осылай принимаю дегенді басамыз. Біздің аккаунтымыз уже создать етілді, енді YouTube-ға кіреміз. Gmail болса автоматты түрде YouTube-тан аккаунт шығып тұрады. Аккаунтқа кіріп басып кіреміз и осы жерде өзіңіздің профиліңізге кіреміз. Мына жоғарғы жерінде өзіміздің авамызды қойып, кез келген суретіңізді қойып, уже каналды создать ете берсеңіздер болады. Видео түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға қойыңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын. Каналға тіркеліп қойыңыз, алдағы уақытта YouTube-ты қалай дамыту керек, сол жайлы айтатын боламын.